Сәлем қыздарыңыз қалай? Міне, мен велюр жіптен осындай домашний шлепка тоқып шықтым. Осының алдында иран жіптен тоқыған болатын, одан кейін неден тоқыған болатын, жібек жіптен тоқыған болатын. Енді осындай енді осы велюр жіптен тоқып шықтым, бірақ велюр жіпті тоқыған кезде кішкене несі түседі екен, мынандай түктері кішкене түседі екен. Енді мен қазір көп сөзбайын, осының тоқылуын дәл техникасы дәл сондай, сонда да көрсетейін деп шештім. 3-те 5 деген крючокты алдым, және де мынаның екінші сыңары міне 40-та 41. Бұл размер бізде 40-шы не болмаса 39-шы размерге шақ келеді. Қазір велюр жіпті жалпы мен осылай алдында қалай айтып өткенімдей, осы табанды оң жағынан бастаймыз деп айтқан болатын. Енді әрбір жіптен осылай өткізіп отырып, былай іліп алғанның өзінде бұл түгі түседі екен. Бірақ жылы аяққа жұмсақ. Сондықтан қандай жіппен тоқитындарыңыз өз еріктеріңізде, тек мен тоқылу жолын көрсетейін деп шештім. Өйткені анадай жіппен тоққанда бір басқа да, мынадай жіппен тоққанда бір басқа. Мінекей, міне бұл жерде бізге мынау біздің жұмыс жібіміз, мынау бізде қалдық жіп. Оны біз осы жерге тоқып өтеміз. Қазір біз осылай бір петля ілгек жасадық. Енді мына табанның өзінің дайын тұрған жіптері, ол бізге алдында біз иран жіппен тоқыған кезде 2 петля өткізіп жүрдік. Қазір біз осы велюр жіппен 1 петля ғана өткіземіз. 1 петля ғана өткіземіз. Өйткені бұл жіп жуан болғандықтан 1 петля ғана өткіземіз. Жібек жіпті тоқыған кезде біз осындай петлядан 3 алып жүрдік. 3 петлядан тоқып алып жүрдік осылай. Енді біз осындай жуан жіппен тоқыған кезде біз бірақ қабатпен тоқимыз. Неке осылай бастап толығымен осы табанды айналдырып шығамыз. Қазір неке міне мынандай тартқанда өзі жіп түседі екен. Көрініп тұр, міне жіптің ішінде осындай кішкентай ғана ақ жібі бар екен. Соған мына түктері нетілген, жабысып тұрады екен соған. Қазір мен осылай 1-2 жолын ғана көрсетіп өтейін. Осылай айналдырып, бір петлядан тоқып шығамыз. Толығымен осы жерге дейін айналып келейін, содан кейін ары қарай көрсетейін. Мінекей, мен толығымен айналып шықтым. Енді мына мен былай сәйкестендірген кезде бізде мына неміз келіп тұр. Мына тәпішкемен екеуі бірдей. Енді біз мына жерден подъем жасаймыз. Подъем жасаған кезде біз иран жіппен тоқыған кезде 1 рет, 2 рет, 3 рет солай жүрдік. Біз мына жерде бұл велюр жіппен біз олай көп жүрмейміз. Біз қазір велюр жіппен бір-ақ рет накидпен петля жасаймыз.
бір-ақ рет накидпен осылай бір-ақ рет көтереміз. Бір накид әрбір петлядан. Негізі осы велюр жіппен өте жұмсақ, әдемі тоқылады, тез тоқылады басқа жіптерден қарағанда. Бірақ енді әркімнің өзінің несіне байланысты. Велюр жіп ұнайтын болса, онда велюр жіптен тоқылған тәпішке ұнайтын болса, сонымен тоқуға болады. Болмаса, басқа да таңдаған жіптеріңізбен тоқи бересіздер. Мінекей, міне. Мен уже осындай петлялар жасадым. Міне. С одним накидом әрбір петлядан бір накидпен көтеріп жатырмын. Осы бір көтергенім жетеді. Екінші рет көтерсек, онда мына тәпішке одан сайын былай бек болып кетеді. Сол себепті бір-ақ рет көтеріп жатырмын. Бұл жерде түрлі узорларды қолдануға болады. Тәпішкеге арналған. Менің қазір жасайтын узорым сол бұрынғы иран жіппен де, немен де, жібек жіппен де тоқыған узорымды қазір үстін тоқыған кезде осы жерге қолданатын болам. Мынаның үстіне. Қазір біз толығымен осыны осылай айналдырып тоқып шығамыз. Толығымен мына жаққа дейін тоқып шығайын. Содан кейін уже біз мына жерден бастаймыз. Мінекей подъем біреу ғана. Мына жерге дейін тоқып шығам. Содан кейін жіпті үзіп, мына жерден бастайтын боламыз басынан узорды. Мінекей мен тоқып алдым, толығымен мына жерге дейін жіпті үздім, мына жерге кіргізіп тоқып жібердім, жіпті тақып қойдым, короче. Енді мына жерден 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 осындай узор жасаймыз. Қазір міне мен мына жерден жіпті іліп алам. Жұмыс жіпті іліп аламын. Мінекей бір петля жасадым. Біз иран жіпті тоқыған кезде 6 узор жасап жүрдік. Басынан 6 петля алып жүрдік. Енді біз қазір накид жасаймыз. Мына арасынан өткіземіз. 1, 2. Бұл жіпті қатты қысып тоқуға келмейді. Біз егерде қатты қысып тоқысақ, мынаны бүйтіп тартып, ішінен жіпті шығару өте қиынға соғады екен. Сондықтан біз мына жерде жіп қалдырып жүрдік қой, бір петля. Енді біз мына жерден қалдырмаймыз. Велюр жіппен тоқыған кезде бұлай тоқи береміз. 2, 3. Мінекей 1, 2, 3, 4 узор жасадық. 5-ші узорды жасаймыз. Ешқандай жіпті ілмейміз. Мына
мына жерден өткізіп осылай жіпті түйеміз. Жіпті түйеміз. Ары қарай жіпті осылай аламыз. Екінші петлядан өткіземіз. Біз мына жерде екі петля қалдырып жүрдік қой, 1-2 деп. Енді біз мына жерде қалдырмаймыз. Сразу бірінші неден өткіземіз де петледен. Накид жасаймыз. Мына жерден узормен бірінші ілінген петляның арасынан бір узорымызды шығарамыз. Мінекей ары қарай жалғастырамыз. Қазір келесі рядты бастаймыз. Осы жерге дейін тоқыдым. Міне ары қарай жіпті қатты тартпаймыз, не қатты бос қылмаймыз. Тек мына жіптің нелері түсіп қалмау керек, түктері. Егер де қатты тартып тоқитын болсақ, онда жіптің түктері түсіп қалады. Петлядан өтпей де қалуы мүмкін. Мен бұл видеоны көпке созбайын. Қазір осылай көрсеттім. Енді ары қарай өздеріңіз соңына дейін келгенше тоқып, дәл осы техникамен соңына дейін тоқып, сосын соңын қалай жабу керек екенін көрсетемін. Мінекей мен 9 рядты тоқып болдым. Енді ары қарай шетін қалай жабу керек екенін көрсетем. Еш қиындығы жоқ. Бір петляны іліп алғаным. Іліп алып, бір накид жасаймыз. Осылай әрбір петлядан өткізіп, соңына дейін тоқып шығамыз.
Мінекей осылай соңына дейін тоқып, мына жерден тоқтаймыз да жіпті түйеміз. Сонымен біздің тәпішкеміз осылай дайын болады. Мінекей тәпішкеміз аяқталды. Екеуі бірдей болды. Мінекей енді үстіне гүл тоқып істеуге де болады. Болмаса бірдеңе әдемі бір, болмаса мына жерге бирка бірдеңе жабыстырып қоюға болады. Мынадай моток жіп қалды. Бұдан әлі тағы осындай бір тәпішке тоқып шығаруға болады. Бұл жіптен көп жіп кетпеді онша. Назарларыңызға рахмет.